сіздермен бірге Арука Тока. Бүгін мен Бай мен кедей қыздар деген фильм түсірем. Видео өте қызық болады, сол үшін видеоны соңына дейін көріп, лайк, подписка басыңдар. Ал мен сіздерді басты кейіпкерлермен таныстырайын. Бұл менде Бай отбасының кейіпкерлері. Міне, бұл Бай қыздың мамасы, папасы және өзі Бай қыз. Кедей қыздың отбасы, бұл мамасы, ол фермада жұмыс жасайды. Ал бұның өзі кедей қыз, оның аты Әдия. Ал енді біздің фильмімізді бастайық. Қызым, тұрсай, мектепке қазір кешігесің. Мені машинамен апарады ғой. Білем, бірақ енді машинаға үлгермей қаласың ғой. Күте береді ғой. Киініп, тамағыңды жеп шыға бер. Жарайды қазір. Не кейін бүгін андай кейін болсам? Жоқ. Мынау шығар. Я осыны кейін. Өзімнің осындай карманымды кейін. Қызым, киініп ба? Я, сумкама заттарды салып жатырмын. Болды. Келіп жатыр, мам. Анашым, сен не пісірдің? Осындай нәрселерді істедім. Деликатес. Күшті. Қазір балам. Болды, қызымен сабағына бар. Жарайды. Қазір барам. Сау бол, анашым. Сау бол. Мен анам қазір жұмыста, мен қазір өзім үйді жинап тамақ пісіру керекпін. Бірінші тұра барайын. Ал міне. Тамаққа ешіне жоқ па? Тамақ емес. Ешіне жоқ па? Қарным ашып тұр. Варенье бар қазір. Біреуін алайын. Қазір өзім бәрін пісірем. Мынаны алам, және мынаны алам. Пісіру керек оны. Все. Все тамақ шықты. Варенье қосып жеуге болады. Өте тәтті болды. Жарайды, сабаққа бару керекпін. Далаға шығайын қазір, мектепке. Сумка алғым келіп тұр. Енді осы пакет қана бар. Қыздар, бүгін сабаққа не берді? Білмеймін, мен ешқашан жасамаймын. Ой, кім жасайды үй жұмысын? Я, соны айтам. Жаңа мектеп сондай әдемі, және де үлкен. Вау. Тез барайын сыныпқа. Қарасаңдар. Ода сумкасы жоқ, ол пакетпен келді. Мен ұялушы едім ондай пакетпен келге. Киіміне қарасаңшы. Ужас. Неге сендер сондайсыңдар? Я, менде әдемі киім жоқ, сумка жоқ. Бірақ неге сендер олай істейсіңдер? Сендерде болмаса мен олай айтпаушы едім. Енді біздің көзімізге көрінбеш. Жарайды. Сәлем, сен жаңағысың ба? Я, мен жаңадан келдім. Бұл мектеп саған өте ұнайды. Я, қатты ұнады. Қай сәлеметсіз бе? Любой орынға отыра бер, қалаған орынна. Жарайды. Жарайды, кеттік қыздар. Кеттік. Қыздар, телефондарымызды аламыз. Сүмкелерге салып қоямыз. Қазір алып алам сендерден. Мен әкем сізге потом айтады. Конечно, алып аласыз. Отыра беріңдерші. Сабақ біткен соң. Қыздар, кеттік шопингке. Кеттік. Болды, балалар, сабақ бітті, бара беріңдер. Үй жұмысын мен группаға жіберем. Апа, менде телефон жоқ. Ода телефон жоқ. Даже менде телефон бар. Ужас. Қалай сенде телефон жоқ? Ананда телефон бар ма? Я, бірақ ол сынық. Білмеймін, онда біреуден сұрап аласың. Олардың сөздеріне мән бермей қой. Ода телефон жоқ.
Қарандаш, ол қайтан келді бізге. Не керек саған? Үй жұмысын көрсете аласыңдар ма? Мен жазып аламын тезірек. Ой, жоқ. Үй жұмысын жасамай қоясың. Ай, бұдан оған апай ұрсады. На, жазшы. Бола ма? Болады. Аружан не істеп жатыр? Көрейік. Ой, не болды? Ол ашылмай жатыр. Потому что бұл пранк. Қарасаңдар, ол не суретке салды. Қараңдаршы, фотоға түсіріңдер, тез. Жоқ, түсіріңдерші. Беріңдерші. На, алшы. Несінде жамансыңдар. Вау, торговый центрдің іші өте үлкен және әдемі екен. Телефон сатым жер. Сәлеметсіз, біз сізге не керек еді? Мен де қарағым келеді. Вау, қандай күшті телефондар. Түрлі ойдар бар, приложение болады жасауға. Компьютер. Кеттік қыздар, планшет көреміз. Кеттік. Мына жақта анау қыз не істеп жүр? Анау кедей қыз ба, телефон жоқ, сөмкесі жоқ. Я еще киімі жаман. Сен не істеп жатсың ана жақта? Сенде ақшаң жетпейді ғой. Сол не үшін кірді, бірдеңе ұрлағысы келіп тұр ғой. Мен ешіне ұрлағым келмейді, мен де қарағым келді. Я сен қалдық саған. Мен ешіне ұрлағым келмеді. Қыздар, не істеп жатсыңдар? Немене айғалап жатсыңдар? Ладно, қыздар, кеттік. Ол бізге керек жоқ. Я соны айтып кеттік. Қыздар, мен фотоға түсіп жеріндерші. Сен фотоға түсіріңдер мені. Дай. Немен. Қазір түсіреміз. Давайте қазір түсіреміз. Чик. Неге олар мені ренжіте береді? Ладно, все, қыздар, кеттік. Анау қыз телефон қалдырып кеткен ба? Не істеймін енді? Бұл телефон мен Арманның телефоны ғой. Бірақ мен анам маған айтты, әрдайым жақсылық жаса деп, сол үшін мен оған оны қайтарамын. Ал қазір сумкаға салып кетейін. Қайда? Сәлеметсіз, сіз көрген жоқсыз ба? Бір бай қызды, оның шашы сары және ол көйлекте. Жоқ, көрген жоқпын. Мен көрдім, ол және шығып кеткен далаға. Далаға шығып кеткен? Жарайды, онда мен оны ертең бере саламын оған. Мен телефон қайда? Мен пеналым. Мен телефонымды ұмытып кеттім. Не істеймін енді? Жарайды, маған жаңасын сатып береді. Телевизор көре тұрайын. Оға не олар? Эй, қыздар, саған не керек болып тұр, кедей қыз? Не саған керек? Міне, сен кеше өзің телефонды дүкенде қалдырып кеттің. Сен өзіне неге қалдырмадың оны? Өйткені маған анашым маған айтты, әрдайым жақсылық жаса деп. Ой, кешірші. Сен маған жақсылық жасадың, ал мен саған жамандық жасадым. Ештеңе етпейді. Біз дос боламыз ба? Я. Айтпақшы, сенің атың кім? Менің атым Әдия, ал сенікі ше? Менікі Аружан. Әдия, бізді де кешірші. Я, біз ойламадық сен бізге осылай жақсылық жасайды деп. Ештеңе емес. Міне, менде осындай фильм шықты. Қызық болса лайк басыңдар. Осындай бай мен кедей туралы видеолар және фильмдер көп көргіңізден келсе, комментарияға жазып лайк басыңдар. Бәріне сау бол.